Шерзат Болат құлады жерге қаратай. Ол неден құлағанын мен білмейді екен, мен шалынып құлаған шығар дедім. Сол кезде ол отырып скорый деп бақырған кезде барып тептім и ұрдым. Сол кезде арқамнан біреу тартты, қарасам танымайтын Әскентай Дархан екен. Соны танымағандықтан оны екі рет ұрып жібердім сол кезде. Әскентай Дарханды. Сонымен қарасам, мен Нұрғанат Қайпаевты қашып кетті десем, бейне жазбадан көрдім, сөйтсем оны сүйреп кеткен, алып кеткен екен. Соны бардым. Барған кезде екі бетімен жатты, сымы жартылай шешіліп жатыр екен, құймышағы жағы ашық жатыр екен. Соны төс қалтамдағы пышақты алдым да, пышақтың ұшымен 1-2 сантиметр ұстап, жамбасына 3 рет соғып алдым сол кезде. Содан кейін бәрі кеттік деген соң барып автокөлікке отырдық. Автокөлікке барған сәтте бәрі уже отырып алған. Соңғы мен қалып қалған сияқтымын. Алдында Тоқтабаев Азамат отыр екен. Қасына отырған кезде мылтықты көрдім сол жерде мәшиде жатқан. Сосын Азамат екеуміз алдына қыстырылысып отырдық. Сонымен 3-7 дүкеніне ғана бардық. Барған кезде қыздар дүкенге кіріп кетті. Сол кезде мен пышағымды алдым да сүртіп, қол іздері қалмау мақсатында дизи мен данаға жақсы келді, данаға айтып маған құйып берші осы дизи сүртіп жіберейін деп. Сол кезде данаға дизи құйды, мен сүрттім. Сонымен биатлон жаққа қаратай бет алдық, сол жаққа барайық деп. Сол жаққа барған сәтте Гольфқа отырдым мен ол кезде. Гольфта Тоқтабаев Азамат, Тоқтабаев Нұрбол, Әскентай Дархан, Исқақ Думан болды. Сол кезде мен Әскентай Дархан танымадым. Кім боласың, мен неден басталып кетті, не болып кетті деп соны сұрадым. Сосын Исқақ Думанға айттым, осы үстіне сен үйден қалып қал, ауылдың сыртында болғанбыз, бұрылысқа келіп тоқтадық. Сосын Исқақ Думан мәшинеден шығып үйіне қаратай кетті. Сонымен Тоқтабаев Нұрбол өзі рулға отырып, сонымен жоғары қаратай кеттік. Жоғары қаратай кеткен кезде сол кезде топ болып тұрдық, сөйлесіп тұрдық. Сонымен сол кезде мен Сакиев Рабилге нақты есімде жоқ, Бержоев Шыңғыс болды ғой деймін. Сол кезде айттым, мен осылай сол жерде бір жігітті пышақ тығып алдым сол жерге деп, 3 рет. Содан кейін пышағымды алдым да ар жаққа барып лақтырдым. Оның қапшығы болатын, көзілдіріктің қапшығы. Соған бүйтіп салып қойған болатын, қалтам тез кетпесін деген. Соны алдым да қапшығын бір бөлек, пышақты бір бөлек лақтырдым сол жерде. Сонымен шу болып кетті ана жерде, осылай бір бала қайтыс болып кетті. Соны басында ойладым, қорқытып жатқан шығар, қалжыңдап жатқан шығар деп.